Ана тілі 41 бет 28 сабақ. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Құрау құлыным. Құрау құлыным, құрығыма түсе ғой. Тазасын жеп сұлыным, мөлдір судан іше ғой. Сен боларсың қазанат, мен болармын азамат. Құрау құлыным, желбіресін тұлымың. Қазанат деген ұзақ жолға шыдамды ірі ат екен балалар. Өлең не жайында айтылған? Өлең жылқының төлі, яғни құлын туралы айтылған, иә? Өлеңде құлынды қалай шақырады? Білесіңдер ме? Қане тауып көрейікші осы өлеңнің мәтінінен. Яғни өлеңнің атауындай құрау деп шақырады екен, иә? Ал басқа төлдерді қалай шақыратын білесіңдер ме? Соларды айтып көріңдер, жарайды ма балалар? Келесі екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Ат тұяғын тай басар. Осы жерден тасымалданбайтын сөздердің астын сыз. Қай сөздер тасымалданбайды? Қане тауып көрейікші балалар? Яғни алғашқы сөз ат сөзі тасымалданбайды, иә? Және де тай сөзі тасымалданбайды екен, иә балалар? Солардың астын сызып қоямыз. Келесі үшінші жаттығу. Сөздерді тасымалдап жаз дейді. Жылқышы, бұзау, құлыншақ, түйелер деген сөздерді тасымалдап әдемілеп жазамыз балалар. Бұл жерде бұзау, яғни екі буынды сөз осылай тасымалданып жазылады екен. Құлыншақ, түйелер. Осылай жазып аламыз балалар. Келесі төртінші жаттығу. Суреттен үй жануарлары мен құстарды тап, оларды ата дейді. Мінекей біздер бағыт арқылы көрсетіп қойдық. Оң жақтан жоғары жағында көрсетілген не ол? Ол сиыр, иә? Ал сол жағында көрсетілген ол түйе екен балалар. Түйенің астында не тұр? Ол жерде жылқының суреті тұр, иә? Ал сиырдың астында қандай құстың суреті тұр? Ол қораз, яғни әтеш, иә? Ең астында қандай сурет? Қандай құстың суреті? Қаз. Тағы басқа суреттерді тауып айтыңдар балалар. Егер де озат оқушы болғыларың келсе, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңдар. Күнделікті осындай тақырыптарда сабақтар шығып отырады.